Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі дәрісте біз сіздермен бірге шахмат ойындағы шах және мат ұғымдарымен танысамыз. Шахмат ойынның басты мақсаты бұл король фигурасына мат қою болып табылады. Ақ түсті фигуралар қара түсті король фигурасына мат қоюға тырысады, қара түсті фигуралар ақ түсті король фигурасына мат қоюға тырысады. Қарсылас король фигурасына ең бірінші болып мат қойған жақ жеңіске жетеді. Ең алдымен біз шах ұғымымен танысайық. Шахмат ойында шах деп біз король фигурасына қарсылас фигураның шабуылын атаймыз. Бұл позицияда ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі Ж1 торында орналасқан ладья фигурасы С1 торына жүріп, қарсылас король фигурасына шабуыл жасайды. Шахмат тілінде бұл нәрсе ладья фигурасы король фигурасына шах қойды деп айтылады. Шахмат ойыны ережесі бойынша, егерде король фигурасына қарсылас фигура шах қойса, яғни шабуыл жасаса, онда король фигурасы ол шахтан қорғану керек. Шахмат ойында шахтан қорғанудың үш жолы бар. Біріншісі, шах қойған фигураны жеп қою. Екіншісі, фигураның көмегімен король фигурасын шахтан жабу. Үшіншісі, король фигурасымен қауіпсіз торға өтіп кету. Қауіпсіз тор бұл қарсылас фигураның бақылауында тұрмаған тор. Бұл позицияда қара түсті фигуралардың жүріс кезегі H1 торында орналасқан ладья фигурасы E1 торына жүріп, қарсылас король фигурасына шах қояды. Енді ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі бұл жерде король фигурасы шахтан қорғану керек. Бұл жерде ақ түсті фигуралар үш жолдың біреуін қолданып шахтан қорғана алады. Біріншісі бұл А5 торында орналасқан піл фигурасы мен ладья фигурасын жеп қою арқылы. Екіншісі бұл А7 торында орналасқан ладья фигурасы мен король фигурасын шахтан жабу арқылы. Үшіншісі бұл король фигурасы мен қауіпсіз торға өтіп кету арқылы. Король фигурасы өтіп кете алатын қауіпсіз торлар бұл D8 торы, D7 торы, F7 торы және F8 торы. Бұл торлар қарсылас фигураның бақылауында тұрмағаннан кейін олар қауіпсіз болып саналады. Король фигурасы бұл торлардың біреуіне өтіп кетіп, шахтан қорғана алады. Келесі позиция бұл жерде ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі А1 торында орналасқан ферзь фигурасы А3 торына жүріп, қарсылас король фигурасына шах қояды. Қара түсті фигуралар бұл шахтан үш жолдың біреуін қолданып қорғана алады. Біріншісі бұл С2 торында орналасқан ат фигурасы мен ферзь фигурасын жеп қою арқылы. Екіншісі бұл H2 торында орналасқан піл фигурасы мен король фигурасын шахтан жабу арқылы. Үшіншісі бұл король фигурасы мен қауіпсіз торға өтіп кету арқылы. Король фигурасы өтіп кете алатын қауіпсіз торлар бұл D8 торы, D7 торы, E6 торы және E8 торы. Король фигурасы F8, F7 және F6 торларына жүре алмайды, себебі бұл торлар қарсылас фигураның бақылауында тұр. Бұл қарсылас фигура F1 торында орналасқан ладья фигурасы. F8 торы сонымен қатар қарсылас ферзь фигурасының бақылауында тұр. Келесі позиция бұл жерде қара түсті фигуралардың жүріс кезегі H4 торында орналасқан ферзь фигурасы F2 торына жүріп, қарсылас король фигурасына шах қояды. Енді ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі ақ түсті фигуралар шахтан қорғанудың бір жолын ғана қолдана алады. Бұл шах қойған фигураны жеп қою арқылы. Ақ түсті фигуралар шах қойған фигураны тек король фигурасымен ғана жеп қоя алады. Шахмат ойында екі фигура бір уақытта қарсылас король фигурасына шабуыл жасай алады. Шахмат тілінде бұл қос шах деп аталады. Бұл позицияда ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі ақ түсті фигуралар D2 торында орналасқан піл фигурасы мен Ж5 торына жүріп, қарсылас король фигурасына қос шах қояды. Бұл жерде көріп отырғанымыздай ладья және піл фигурасы қарсылас король фигурасына бір уақытта шах қойып отыр. Шахмат ойында король фигурасы қос шахтан тек бір жолмен ғана қорғана алады. Ол қауіпсіз торға өтіп кету арқылы. Король фигурасы өтіп кете алатын қауіпсіз торлар бұл E8 және С7 торы.
Король фигурасы бұл екі тордың біреуіне өтіп кетіп, қос жақтан қорғана алады. Келесі позиция бұл жерде қара түсті фигуралардың жүріс кезегі. Қара түсті фигуралар С5 торында орналасқан ат фигурасы мен Е6 торына жүріп, қарсылас король фигурасына қос шақ қояды. Бұл жерде көріп отырғанымыздай ферзь және ат фигурасы қарсылас король фигурасына бір уақытта шабуыл жасап отыр. Ақ түсті король фигурасы қос жақтан қорғану үшін қауіпсіз торға өтіп кету керек. Король фигурасы өтіп кете алатын қауіпсіз торлар бұл b8, b7, b6, d6 және d7. Король фигурасы d8 торына өтіп кете алмайды, себебі бұл тор қарсылас ат фигурасының бақылауында тұр. Енді біз шахмат ойындағы мат ұғыммен танысайық. Шахмат ойында король фигурасы шақтан қорғана алмаса, онда ол мат болып саналады. Бұл позицияда ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі. Ақ түсті фигуралар С4 торында орналасқан ферзь фигурасы мен F7 торына жүріп, қарсылас король фигурасына мат қояды. Бұл жерде король фигурасы ферзь фигурасын жеп қоя алмайды, себебі ферзь фигурасы b3 торында орналасқан піл фигурасының қорғауында тұр. Король фигурасы сонымен қатар e8, e7, g7 және g8 торларына жүре алмайды, себебі бұл торлар ферзь фигурасының бақылауында тұр. Король фигурасына қарсылас фигуралар мат қойған кезде ойын аяқталады. Король фигурасына ең бірінші болып мат қойған жақ жеңіске жетеді. Келесі позиция бұл жерде ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі. Ақ түсті фигуралар b3 торында орналасқан ладья фигурасы мен h3 торына жүріп, қарсылас король фигурасына мат қояды. Король фигурасы g7 торына жүре алмайды, себебі бұл тор қарсылас сарбаз фигурасының бақылауында тұр. Және де король фигурасы g8 торына жүре алмайды, себебі бұл торда өзінің ладья фигурасы тұр. Келесі позиция бұл жерде ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі. Ақ түсті фигуралар f1 торында орналасқан піл фигурасы мен a6 торына жүріп, қарсылас король фигурасына мат қояды. Король фигурасы бұл жерде b8 немесе c7 торларына жүре алмайды, себебі бұл торлар қарсылас піл фигурасының бақылауында тұр. Король фигурасы бұл жерде сонымен қатар d8 немесе d7 торларына жүре алмайды, себебі бұл торларда өзінің фигуралары тұр. Келесі позиция бұл жерде ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі. Ақ түсті фигуралар h6 торында орналасқан сарбаз фигурасы мен h7 торына жүріп, қарсылас король фигурасына мат қояды. Бұл жерде король фигурасы сарбаз фигурасын жеп қоя алмайды, себебі сарбаз фигурасы g5 торында орналасқан ат фигурасының қорғауында тұр. Король фигурасы h8 немесе g7 торларына жүре алмайды, себебі бұл торлар қарсылас піл фигурасының бақылауында тұр. Король фигурасы сонымен қатар f7 торына жүре алмайды, себебі бұл тор қарсылас ат фигурасының бақылауында тұр. Келесі позиция бұл жерде ақ түсті фигуралардың жүріс кезегі. Ақ түсті фигуралар g5 торында орналасқан ат фигурасы мен f7 торына жүріп, қарсылас король фигурасына мат қояды. Бұл жерде король фигурасы h7 торына жүре алмайды, себебі бұл тор қарсылас піл фигурасының бақылауында тұр. Және де король фигурасы g8 немесе g7 торларына жүре алмайды, себебі бұл торлар қарсылас ладья фигурасының бақылауында тұр. Келесі позиция бұл жерде қара түсті фигуралардың жүріс кезегі. Қара түсті фигуралар e8 торында орналасқан піл фигурасы мен c6 торына жүріп, қарсылас король фигурасына мат қояды. Король фигурасы h2 торына жүре алмайды, себебі бұл тор g4 торында орналасқан қарсылас ат фигурасының бақылауында тұр. Және де сонымен қатар король фигурасы g1 торына жүре алмайды, себебі бұл тор e2 торында орналасқан қарсылас ат фигурасының бақылауында тұр. Бүгін біз сіздермен бірге шахмат ойындағы шах және мат ұғымдарымен таныстық. Бұл дәріс сіздерге пайдалы болса, бейнеге лайк басып, пікір жазып кетіңіздер. Және де каналға тіркеліп кетіңіздер.